Жапондар тілін сақтау үшін күріш егеді. Жапония жері тар, табиғаты да сонша қолайлы ел емес екені әмбеге аян ғой. Екі аралы өлгелі жер жағынан жағдайлары тіптен қиындай түскен. Осыған байланысты олар күрішті өздері екпей-ақ сырттан экспорттап алғаны өте тиімді болмақ екен. Алайда сырттан күріш алуға кететін қаржыдан 10 есе көп ақша шығарып, шығынға бата отырып, күрішті өздері егуге шешім қабылдаған. Оны егетін, қарайтын адамдарға не жоғары айлық төлеп әуре сарсаңға түсіп отыр. Неге? Бір қарағанда сонша ақшаны бекерден бекер желге шашып, күріш егіп, ерігіп, ойнап отырғандай сезілген жапондардың қайғысы басқа екен. Мәселе тілге, тіл ділге, тілі ұлттық болмысына әсер етіп, жапондар күріш екпей бұлай кете берсе ұлт жоғалмақ екен. Өйткені жапондардың 70-80% сөзі күрішпен байланысты болып шыққан.